Hello friends, now let's begin today's new lesson, Module 7, water, water everywhere. And the theme of the new lesson, rain, rain. And open your book on pages 95. Қайырлы күн балалар, бүгін 7-ші модульді бастаймыз, 95-ші бетті ашамыз, жаңбыр, жаңбыр деген тақырыпты өтетін боламыз. Кеттік. Exercise 1, look at the pictures. Is it sunny or rainy? What kind of weather do you like? Суретке қараймыз. Суретте күн ауа райы шуақты ма әлде жаңбырлы ма? Және саған қандай ауа райы ұнайды? The weather is rainy. Ауа райы жаңбырлы. She is wearing a raincoat and boots. Ол жаңбырға арналған плащ пен аяғына жаңбырға арналған аяқ киім киіп алған, және қолында несі бар? Қолшатыры бар. My favorite weather is sunny. Менің сүйікті ауа райым шуақты ауа райы. Next exercise 2. What of these do you need when it's rainy? Яғни жаңбыр жауғанда саған қайсы киімдер қажет дейді? Boots, shorts, raincoat, sandals, umbrella, t-shirts. Яғни балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөзі суретте барлығы анық нақты. Келесі, I need a raincoat when it's rainy. Маған жаңбырға арналған күртеше керек, жаңбыр жауып тұрған кезде. I need an umbrella when it's rainy. I don't need shorts, I don't need t-shirts. Маған жаңбыр жауғанда қолшатыр керек деген секілді. Осы сөйлемдерді толық жазып аламыз балалар. Және де сіздерге сабақ ұнаса, лайк басуды және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.